Саламатсыздар ма балалар? Бүгүнкү өтөтүн сабагыбыз 109 сабак тиімді эсептөө тәсилдери. Сен өрнөктөрдүн маанин тиімді тәсилмен табууду жалгастырасың. Биринчи эсеп: сандарды косуу тәсилдерине кара. Осы тәсилдердин кайсы тиимдирээк? Биринчи тәсил 56 косулган 28 косулган 14, 56 косулган 28 косулган 14 тең 84 косулган 14 тең 98. Экинчи тәсил 56 косулган 28 косулган 14 тең 28 косулган 56 косулган 14 тең 28 косулган 70 тең 98. Бул жерде тиимдирээк тәсилибиз экинчи тәсил болот. Өйткөнү жакшаның ичинде 56 косулган 14 коссак, бизге жеңил болот. Экинчи эсепте сандарды эсептөө тәсилдерине кара. Осы тәсилдердин кайсы тиимдирээк дейт? Бул жерде де 14 косулган 7 азайтуу 8 тең 21, азайтуу 8 тең 13. Экинчи тәсилде 7 көбөйтүү 3 азайтуу 8 тең 21, азайтуу 8 тең 13 дейт. Бул жерде экинчи тәсилде тиимдирээк болот. Үчүнчү эсепте косуудун ауысымдык касиетин пайдаланып эсепте. Экинчи косуудун теримдик касиетин пайдаланып эсепте. Пайдаланыш үчүн 32 18 коссак тиимдүү болот. 0 менен аякталатын сан чыгат. 19-га 11-ди койсок да 0 менен аякталатын сан чыгат. Сонда 50-ге 30-ду койсок 80. Экинчи эсепте де сондай. 15-ге 25-ди койсок 40 чыгат, 27-ге 33-ду койсок 60 чыгат. 0 менен аякталатын сандар, ондук сандар чыгат. Ондук сандарды бири-бирине коскон жеңил болот. Косуудун теримдик касиетин пайдалануу үчүн биз жакшанын ордун өзгөртөбүз. Өйткөнү 27-ни 13-кө коссак 0 менен аякталатын сан чыгат. Мында 58-ге 40-ды коссак 98 чыгат. Экинчи эсепте деле сондай, жакшанын ордун өзгөртөбүз. 36-га 14-ді коссак 50 чыгат, оған 48 косо салабыз 98. Төртүнчү эсепте өрнөктөрдүн маанин тап. Биринчи жакшаның ичинде ордун таба алабыз. 11-ден 8 алсак 3, 21-ди 3-кө бөлсөк 7-ден 7-ни 4-кө бөлсөк 4 7 28. Экинчи эсепте биринчи жакшаның ичинде ордун таба алабыз. 37-ден 10-ду алсак 27. 65 азайтуу 27 бөлүнгөн 3 деп аламыз да, биринчи бөлүү ордун алат. 27-ни 3-кө бөлсөк 9-дан 65-тен 9-ду аламыз 56. Косууну көбөйтүү менен алмаштыр. Бул жерде саны 5 рет косуптур экен, биз с көбөйтүү 5 деп алсак болот. Келесі өз-өзүнө 3 рет косуптур экен, биз а косулган б көбөйтүү 3 деп алсак болот. Бешинчи эсепте эсептемей-ак салыштыр. Бул жерде 26 көбөйтүү 4, 4 көбөйтүү 26, көбөйткүчтөрдүн ордун өзгөргөнү менен көбөйтүүнүн маани өзгөрмөйдү. Теңдей болот. Экинчисине 36-ны 5-ке коссак 41, 36-ны 5-ке көбөйтөбүз. Әрине көбөйтүүнүн жагы үлкөн болот. 4 7 28, 7 6 42. Әрине 42 жагы үлкөн болот. 25-ке 25-ди коссак, 25-ди 2 рет көбөйтсөк, 2 жагы да тең болот. Алтынчы эсепте кесте боюнча теңдүүлөр куруларды чеч. Биринчи жакшаның ичинде ордундайбыз. 800 азайтуу 3, 300. Жакшаның ичинде азайтуу x тең 200. Жакшаның ичинде ордун таба алабыз. 800-ден 300 алсаң 500. 500-ден x аламыз тең 200. x табуу үчүн 500-ден 200 аламыз. x-тин маани 300-ге тең болот. 300 x-тин ордуна коюп теңдөөбүздү текшеребиз. Келесі бөлүнгүч 40, бөлгүч x болса 40-ды x-ка бөлөбүз. Бөлүүнүн маани 5-ке тең. X-тин маанин тапсак, x-тин маани бизде 8-ге тең болот. 8-ди x-тин ордуна коюп теңдөөбүздү текшеребиз. Келесі 7-нчи эсепке баратын болсак, кел ойнайык. Сандарды косуу нәтижесинде 25 упай жыйнайтындай этип тоо көздөр менен жүрүп өт. Эскертүү: эсептөөдө 0-ден баста. Берилген сандардын бирөө артык дейт. Мына сандардын баарын косуп чыгайык. 0, 0-ге 1-ди косамыз 1, 1-ге 5-ди косамыз 6. 6-га 3-ді қоссақ 9, 9-ға 7-ні қоссақ
16. 16'ga 7'ni qossaq 23. 23'ke 1'di qossaq 24. 24'ke 1'di qossaq 25. Bizde бұл жерде 4 деген санымыз артық болады екен. Мына жерде есептеуді 0-дан баста деп тұр, біз 1-ден бастаптық. 0-ден бастайсыңдар. 4 сан артық болып тұр. 8-ші есепте бірінші 17-ге 23-ті қоссақ жашыған ішіне аламыз. Оған 35-ті қосамыз. 17-ге 23-ті қоссақ 40, 40-қа 35-ті қоссақ 75. Екінші есепте де 56 мен 14-ті қосамыз. 0-ден аяқталатын сан шығу үшін. Ал біз 70 шығады, 70-ке 28 қоссақ 98 шығады. 9-ші есепте медет қанатқа егер менде қазіргі бар алмаға қарағанда 2 алма артық болса, онда менің алмам сендегіден 2 есе артық болар еді деді. Егер балалардың екеуінде барлығы 10 алма болса, олардың әрқайсында неше алмадан болған? Бірінші біз сандардың қосындысынан 10-ды шығарып алайық. 9-ші есеп 2-ге 8-ді қоссақ 10. Бұл жерде 2-ге 2-ні қоссақ бізде 2 есе артық шықпайды. 8-ге 2-ні қоссақ 2-нің 2 есесі 8 болмайды. Келесі 3-ге 7-ні қосамыз. 3-ге 2-ні қоссақ 7-ге 2-ні қоссақ 9, бұл 3-тің 2 есесі болмайды. 4-ге 6-ны қоссақ 10 болады. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 8 дегеніміз 4-тің 2 есесі. Яғни бір балада 6 алма, бір балада 4 алма болады екен. 4-ге 6-ны қоссақ 10 алма. Тексеріп көрейік. 6-ға 2-ні қоссақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Яғни медетте 6 алма болған, қанатта 4 алма болған. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше.